Баршаңызға сәлем достар. Қалдеріңіз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ең оңай және тез дайындалатын асқабақ пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керек ингредиенттерін атап өтейін. Қант, ертілген сары май, жұмыртқа, ұн, сары май, ас содасы, шымшы тұз және асқабақтың өзі. Алдымен біз жұмыртқамен қантты миксерге айналдырып аламыз. Жақсылап қанттың өзі ергенше. Мінекей достар, біздер жұмыртқамыз бен қантымызды араластырып алдық миксерге жақсылап. Көріңіз, осындай консистенция болуы керек. Енді біздер ертілген сары майымызды осыған құямыз. Және оныңға ас содасын араластырып, шымшы тұзымыз саламыз да тестімізге қосамыз. Тестімізге қосқаннан кейін енді тағы да миксермен араластырып аламыз. Мінекей, біздің ұнды араластырдық, миксерге дайын болды. Енді крупный теркіден өткізген асқабағымызды осы тестаға қосамыз. Және оны осылай тағы да араластырамыз. Достар, қазір біздер пешімізді 180 градусқа қосып қойдық. Ол алдын ала қызу керек. Енді біздер табамызды аламыз. Менде 22 сантиметр диаметрі табамының. Соған сары майымызды жағамыз майлап. Пирогымыз жабысып қалмау үшін. Майланған формамызға дайын тестімізді саламыз. Мінекей достар, тестіміз дайын. 180 градусқа 45 минутқа пісіреміз. Достар, біздің пирогымыз пісті. Қараңыздар, өте әдемі 5 минутта пісетін пирог. Менің осы видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсезім.